2018 жылдың 20 қаңтарындағы жарлығына сәйкес 22 қыркүйек Қазақстан халықтарының тілдері күні ретінде аталып келеді. Жүсіпбек Аймауытов ана тілін жақсы меңгере алмай тұрып, өзге тілдерді түсіну мүмкін емес. Ана тілін жүректің терең сырлары халықтың басынан кешкен дәуірлерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп сақтап отыратын қазына. Туған тілім тілдегеннің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өссе тілім, мен де бірге өсемін, өссе тілім, мен де бірге өсемін. Сен болмасын ұлы абай ақын бол, мұқағали өттелен жазбас еді. Асан қарға жиренше, сөйлеп өткен қазақтың, Жәнібекпен қабанбай, сыйлап өткен ғажаптың, ата-анамыз әлдеде батқан бізге баба тіл. Ал айта беру. Бас кетпек болса да, тіл кеспек жоқ. Жақсы, Тізімнен сүріндірсең сүріндір, тілімнен сүріндірме. жақсы, Нұрай айта бер. Сибирдің қолы ортақ, шешенің тілі ортақ. Жақсы, Жақсы сөз жан жолында. жақсы. Иә, тағы да Нұрай. Ат жүйрік айрат, тіл жүйрік айрат. Жақсы. Сөз бір, құлақ екеу. Кісі көркі жүз, жүздің көркі көз. Ойдың көркі тіл, тілдің көркі сөз. Өте жақсы. Тіл қай жерде ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құрметті. Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ассалаумағалейкум, 6 жасар бала келсе, алыстағы сол сәлем беріп демекші. Қалыңыз қалай? Келгенше қонақ ұялады, келген соң иесі ұялады демекші. Төрге шығыңыз, қонақ болып кетіңіз. Қонағын сыйласа төрге ішкенде төрге шығайын. Досыңның тамағын қасында іш демекші, тамақ алыңыз. Ой рахмет, досы жоқ адам, тұзы жоқ тамақ тағам демекші, Алла риза болсын. Жылқы кісінегенше, адам сөйлескенше, осылай таныс біліс болуда бір ғанибет қой. Мұның түсі бір дегенше, бірдің атын бір демекші, есіміңіз кім болады? Есімім Әли, көрген жерде ауыл бар деп келіп тұрыңыз. Қонаққа кел демек бар, кет демек жоқ. Екеуі мақтал арқылы сөйлесті, сода не байқадыңдар? Қонақты қарсы алып. Қонақты қарсы алып, қонақты шығарып салып. Бұл ең бір керемет қазаққа тән ілтипаттық балалар. Жат басына қарайды, дос басына қарайды, дешеді аталарыңыз. Асқауыл